алды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Осы тойға бақыт. Ассалаумағалейкум, той сүйер қауым. Мынау сөздің асы бісміллә, бісміллә, сіз ысқылма деп көке апа, мынау бүгінгі той құтты болсын. Ортамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Құдай қаласа Аллам берна талантты жігіт айтып отыр. Әрбір ата-ана бала шағасының тойын жасайды. Осы балдарға рахмет. Ата-анасының тойын жасап беріп жатқан деген. Жүзге келіңіздер. Сол тойдың куәгері болып ортасында жүре берейік. Осындай қонақтарға рахмет, осындай қызықшылықты бөлісіп отқан әр шаңыраққа осындай той берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Міне бүгін біздің қуанышымызды бөліскелі келіп отырғаныңызға рахмет. Мама, папа, алдымызда осылай күліп ойнап, бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Ұлыңыздарыңыздың осылай бақытты ғұмыр кешіп жүргендер сіздердің арқаларыңызды білеміз. Осы бүгінгі әкемнің 60 жас тойына ұлыңыздардың атынан бір жасаған тосын сыйы бар еді, соны сыйлауға рұқсат етіңіздер. Әкем астына темір тұлғаның жаңарыңызын жетті. Рахмет. Мен бұла той басталмай жатып келіп, Еркін ағамыз екеуміз сөйлескен кезде айтқан, сізге ұл қыздарыңыз не сыйлайды? Әшең гүлмен тоқтай ма, жоқ әлде алтын таған ма? Жоқ көлігіңіз болашақ мүмкін деген кезде сенбей кетеді. Міне ұл қыздарыңыздың атынан, перзенттеріңіздің атынан міне тұлпармен кізіп жатыр ардақты ағайындар. Көліктің аты қандай? Субару ма? Әйтеуір Opel ондай емес пе? Субару, бір қол соғып қояйық. Ардақты әкеміздің құрметіне. Не қыса? Әкеміз кәдімгідей мияққа керек келмей қалды ғой. Бірден далаға барып машинаны көріп келмекші ғой. Әшейін былай шәкірт емес па деген сияқты. Қалай мына жерде бір тілек болсын. Бақытты күтсеңдер